Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жамбыл ауданы Абай атындағы орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Алимова Замира Саликовнаның мұғалімдер үшін жасанды интеллект лайфхак байқауына ұсынған пайдалы кеңестері. Мен бүгінгі көрсетейін деп отқан платформам сіздерге Defeat.ai деп аталады. Ол үшін сіздер ең бірінші Google-ға кіріп Defeat.ai деп набирать етесіздер. Defeat платформасына кіреміз. Defeat платформасына кіріп, жоғарғы жағында тіл беріліп тұрады. Ағылшын тілінде берілген, соны сіздер орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Мына жерде попробуйте Defeat бесплатно деген шығады, осыны басасыздар. Сол кезде Defeatке біз тегін пайдалана аламыз. Енді Defeat-тің ішіне кіргеннен кейін осындай сөздер шығады. Сол жерде текст, PDF файлы, YouTube және ссылки дегенге кіресіздер. Сол жерде әркім өзінің пәніне байланысты тілді таңдайсыздар. Менің пәнім ағылшын тілі болғандықтан, менікі английский. Әр мұғалім өзінің сабақ беретін сыныбына тапсырма құрастыру үшін әркім өзінің сыныбын таңдап алады. Және де мына жерде әркім өзінің, мысалға, бүгінгі тақырыбына байланысты дайын материалдар құрастыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Мысалға, мен 5-ші сыныпқа have got, has got тақырыбына дайын тапсырмалар және де таратпа материалдарды құрастырамын. Have got, has got деп жаздым. Генерация ресурсов дегенді басасыздар. Бар жоғы сіздерге 3 секундтың ішінде дайын материалдар дайындап береді. Мінекей, бізге дайын материалдар құрастырылды. Мінекей, have got, has got түсіндірме парақшасымен, міне түсіндірме парақшасы, мына жерде have got, has got-тың қандай жағдайларда қолданылатыны түсіндірілген. Және де vocabulary сөздігі берілген, сол have got, has got тақырыбына байланысты. Multiple choice questions, бір жауабы дұрыс деген тапсырма. Және де short answer questions, қысқа жауапты сұрақтар. Бұл жерде де have got, has got тақырыбына байланысты. Және де think, pair, share, speakingға, айтылымға осындай тапсырмаларды сіздерге бар жоғы 3 секундта тақырыпқа байланысты дайындап беретін өте тиімді платформа. Және де сіздер өте тиімді платформа. Осы тапсырмалардың барлығы дайын болған соң, сіздер жоғарыда экспорт деген тұрады. Сол экспортты басамызда әр мұғалім өзіне керекті документке мынаны жүктеп алсаңыздар болады. Мысалға, мен өзіме тиімдісі PDF файл болғандықтан, мен өзіме PDF файлда бұл тапсырмаларды жүктеп алдым. Ол жүктелген тапсырманы PDF файлда ашамыз. Және осы тапсырмаларды сіздер оқушыларға қолдарына таратпа материал ретінде таратып бере аласыздар. Бұл платформаның ең тиімділігі кез келген ашық сабаққа, кез келген сабақтарыңызға тез және тиімді қылып қызықты тапсырмалар ұйымдастырып береді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.